Assalomu alaykum. Bizda bugun Golf 3 2 litrli qo'zg'altgichpен mashina o'tolmaydi deb akib tashlagan. So'g'an qo'l bosab, bugun endi kirisib жатырмыз. Bir-iki yerlarni shuqladik, o'tolmadi. Bir iskra kelib, bir iskra kelmay qoladi. So'g'an biz hozir mashinani kilitni ochaylik birinchi. Kilitni ochamiz. Starterga qanday plus chalg'ab olamiz. Sentralni ko'ramiz, to'xshami, chiqmamiş. Yo'q. Mana yoqda benzin yerini ochib qo'yamiz. Orada yo'q. Endi biz ne tekshiramiz? Katushka новый. Bularning bir chetini minus, bir chetini plus kelib. Kontrolkan qovur provodga minus, mana qara provodna plus keladi. Kilit ochganda kelib tur. Kelesi bir massa qo'yamiz, bir vasni. Және де штекер суырамыз. Штекер суырған кезде 3 контакты болады. Ортасынан команда шығады бұның. Қазір тексереміз бұнда. Az voltda. Qanday o'shish kerak bu. Slabый o'shadi. Qaytib berganda janat bu. Kelesi betinde bu. Massa bo'ladi. Uni plusga qo'yamiz. Bormi, yo'qmi? O'zi кейбір provodlar uzilib ketsa de iskra bermay qoladi. Endi mana o'rtangi kontakti ақ, көк, жасыл ма түскен провод. Осыған минус береміз қазір. Сонда мынау искра беру керек. Міне бензин. Бензин де келеді да бұған істегеніңізде қараңыз. Бензин де келіп жатыр. Benzin, yani benzin asosimiz istep tur. Katushkamiz жұмыс жасап тұр бұл жерде. Енді бізде не? Бізде істемей тұрған нәрсе мынау датчик хола деген нәрсе бар. Оригинал болса, оригинал сборы саған жақсы негізі. Китайскілер кейбірізде қуып істейді. Бізде қазір бары жаңасы. Allah қаласа соның зажиганасын туралап аламыз бірінші. Сосын мынаны 13-пен босатамыз. Осы қалыпқа әкеп қойып, кейін машинаны Allah қаласа оталдырып көрсететін боламыз. Allah бізге жеңілдік берсін, береке берсін. Каналымызға жазылып лайк басып таратып қоямыз. Каналдың дамуына себепкер болыңыздар. Міне қазір новый трамблер алып келдік. Центральный провод мынау тұр. И мынаны сұқып қойғанбыз былай. Мотор бұл айналады міне. Яқты бензин ағып жатыр. Трамблер бигуна кетіп қалған. Тағы бір айналдырып көрсетейік. Енді осыны иншалла новый трамблерді мына жағын меткісін келтіріп алып трамблерді саламыз. Мына меткісін келтірдік. Төбедегі көрініп тұр ма? Мынау стрелка. Мына жерде меткісі бар міне. Енді
Мына жақта оригинал трамблерда мына жерінде сызығы бар астында. Мынау бегонок соған қарайды. Осылай шешіп аламыз, осылай қоямыз. Болды иншалла. Оталмай атса сәл ары бері қозап көреміз астын. Так, міне машинаны жинап қойдық. Зажиганиясын қойдық. Мына компрессиясы жоқ екен. Спричпен 5-5 грамм май құйып тастадық. Компрессия пайда болды. Новый свич салып жібердік. Енді оталдырайық иншалла. Жаңағыда бір оталдырып жүргенбіз. Тағы бір көрсетіп жіберейін деп жатырмын. Бисмилля. Іштен оталдырамын, просто нені көрсетейін. Іштен сәл газды басып оталдырмасам. Төрт ай тұрып қалған ғой машина, 4 ай. Тағы бір айта кететін нәрсе, пайдалы кеңес. Мынаның оригиналда мына сызық дедім ғой бағана. Осы сызықты мынаған сызып алу үшін мына жаңа катушкеге пластмассына метке қоясыздар да, ананың пластмассына кигізіп сызып аласыздар. Жалпы сол түсінбеген сұрақтарыңыз болса комментария қалдырып сұрайсыздар. Аллах сіздеріңізге береке берсін, пайдалы етсін. Ассаламу алейкум рахматуллахи баракатух.